Добрый день, Қайырлы уважаемые күн, зрители. құрметті көрермендер. Қазіргі уақытта басшылық ең жақсы қолжетімді технология бюросында бейресми кездесу өткізеді. Сондай ең қолжетімді технологиялар бар әзірленген анықтамалықтардың басшылары сіздерді қызықтырған сұрақтарға жауап беретін болады. Маңызды мәлімет екен, биорганикалық химиялық заттар өндірісіндегі жағдай қалай? Осы анықтамалықтың қамтитын салалары мен ауқымы қандай? Анықтамалықтың ауқымы мен таралу аймағы өте кең және биорганикалық химикаттар, тұздар, қышқылдар, сілтілер мен минералды тыңайтқыштар өндіретін химия өнеркәсібі кәсіпорындарын және сәйкесінше эмиссия көлеміне немесе қоршаған ортаның ластану деңгейіне әсер етуі мүмкін негізгі қызмет түрлерін қамтиды. Бұдан басқа анықтамалық қамтитын химия өнеркәсібінің Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазазот акционерлік қоғамы, Каустик акционерлік қоғамы, ОМЗ акционерлік қоғамы, АХКЗ акционерлік қоғамы салалары мен кәсіпорындары химия саласында бірегей болып табылады. Қазақстанның химия өнеркәсібі кәсіпорындарының бірегейлігі қандай? Осыған кеңірек тоқталып өтесіз бе? Бұл кәсіпорындардың бірегейлігі сол, олардың өндіріс технологиясы біртұтас немесе әлемде аналықтары жоқ. Осыған сәйкес анықтамалықтағы осы өндірістер үшін ластауыш шығарындылар эмиссиясының шекті деңгейлері, зерттеулер, өлшеулер және ұқсас өндірістермен салыстыру негізінде белгіленген. Ұсынылған шешім Еуропа одағы өнеркәсіптік шығарындылар туралы заңнамасына негізделген. Бұл Еуропа одағының 2010 жылғы нөмірі 75 директивасының 14 бабы. Жақсы, бұл жағдайда кәсіпорындардың кешенді экологиялық рұқсатқа көшуі кезінде ластаушы заттар шығарындылары болжамды түрде қаншалықты азаяды және осы іс-шараларға жұмсалатын шығындар қанша? Органикалық емес химиялық өнім өндіретін және кешенді технологиялық аудитке қатысқан кәсіпорындардың ең озық қолжетімді технологияларға көшуі кезінде ластауыш шығарындыларының болжамды азаюы жылына шамамен 4200 тоннаны немесе ағымдағы деңгейлермен салыстырғанда 72%-ді құрайды. Ең озық қолжетімді технологиялар бойынша іс-шараларды енгізуге жұмсалатын шығындар болжам бойынша 11 миллиард теңгеден асады. Кәмілжан Қадырұлы, сұрағымызға берген жауаптарыңыз үшін алғыс айтамыз. Сұхбат расында өте қызықты әрі пайдалы болды. Ісіңіз оңға баса берсін. Сізге сәттілік тілейміз. Темірбек Серікұлы, сізге хабарымызға қош келдіңіз дейіп отырып, мұнай газ өнеркәсібінде жобаланып отырған жаңа тренділер туралы өз аузыңыздан естігіміз келеді. Сіздің ойыңызша Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында ең озық қолжетімді технологиялар енгізу перспективасы қандай? Қайырлы күн, біздің жұмысымыз туралы көпшілікке жариялап айтуға мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет айтамын. Бұл істің перспективасы өте кең. Біз қазіргі және келешек ұрпақтың саулығы үшін қам жасап отырмыз. Біз сондай-ақ ең үздік әлемдік тәжірибелерді, техникалар мен технологияларды қабылдау және дамыту арқылы техникалық прогреске ықпал етеміз. Бұл жұмыста ғылыми зерттеу институттары мен өнеркәсіптің бірлескен еңбегі қажет болады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы жаңашыл техникаларды енгізгелі отыр. Біздің өздердің атқарымдары мен енгізілген жабдықтары бар. Оларды ең үздік қолжетімді техника деп санауға болады және іс жүзінде экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы елдерінің стандарттары деңгейінде жұмыс істеуге даяр. Кешенді технологиялық аудит нәтижелері қаншалықты тиімді? Ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтардың әзірлеудегі жұмыс тәжірибесі бойынша сіз қандай ұсыныстар немесе шарттар енгізер едіңіз?
Кешенді технологиялық аудиттің нәтижелері өте қажет, өйткені мамандар мен сарапшылар кәсіпорынға жан-жақты бағалау жүргізеді. Жүргізілген жұмыс тәжірибесі бойынша кәсіпорындар жүргізу бойынша жұмыстар шеңберінде қосымша ақпараттық деректер ұсынуды шектемеуі тиіс екенін атап өткен жөн. Өйткені бюро белгілі бір кәсіпорын үшін ғана емес, сонымен қатар басқа кәсіпорындар үшін де, сонымен қатар байланысты салалардағы кәсіпорындар үшін де математикалық модельдеуді талдайды және жүргізеді. Белгілі бір фактордың әсерін анықтау үшін салыстыру жүргізіледі. Осыған байланысты кейде қосымша ақпарат алу, оның ішінде консультациялар мен талқылаулар жүргізу қажет болады. Қазақстандық және әлемдік компаниялар бір-біріне ашық болу арқылы және жұмыла еңбек ете отырып қана жабдықтар мен өндірістерді ұйымдастыруда революциялық өзгерістер жасай алады деп санаймын. Темірбек Серікұлы, берген жауаптарыңыз үшін сізге көп рахмет. Сұхбатыңыз өте қызық болды, әрі сұрағымызға толық жауап алдық. Сізге және сіздің әріптестеріңізге табыс тілейміз. Сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесінде республикамыздың қоршаған ортасы таза болады деп сенемін. Жанар Талғарқызы, энергия тиімділігі бойынша ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалығы туралы айтып беріңізші, оның мақсаты қандай? Қазақстан Республикасында мұнай мен газды қайта өңдеу бойынша өндірістер өте аз және кешенді технологиялық аудиттен өткен кәсіпорындар да аз екенін назарға алған жөн. Осыған байланысты әрі қарай жұмысты жалғастыру үшін барлық новаторлық идеялардың бірыңғай базасын ұйымдастырып, қай кәсіпорынның қандай идеяны қабылдап енгізгенін және оның тиімділігін зерттегенін анықтаса деген тілек айтар едім. Дәл қазіргі уақытта біз сараптамалық бағалаудан өткен кәсіпорындарды санамағанда, екі не одан да көп кәсіпорындарда сынақтан өткен және өзінің тиімділігін дәлелдеген ең озық қолжетімді технологиялар ғана саналсын деген шартпен шектеліп отырмыз. Шынында да көптеген іске асырылмаған өнертабыстар бар. Сонымен қатар қазір сынақтан өтіп жатқан техникалар мен технологияларға берілген патенттер бар. Тіпті олардың ішінде өзінің өміршеңдігін сәтті дәлелдегендері де бар және олар ең озық қолжетімді технологиялар ретінде немесе перспективалы ең озық қолжетімді технологиялар ретінде қабылданады. Ең озық қолжетімді технологиялар бюросы ең озық қолжетімді техникалар анықтау бойынша кейінгі жұмыстар үшін біздің кәсіпорындарды талдау бойынша жұмыстарды жүргізу және оны жалғастырып жатыр. Өнеркәсіпті дамытатын жаңа идеялар бір орында тұрмайтын және инновациялық идеялар енгізіп жатқан қазіргі ғасырда бізге әлемдік өнеркәсіпті қуып жетуге емес, өнеркәсіп алғышарттарымен қатарлас деңгейде болуға ұмтылу керек.